Көлік жүргізетін қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға, ассалаумағалейкум баршаға. Мынау қарындасым бар, көлік жүргізеді, өткенде айтқан тиктокта өшіріп тастады видеосын, қайтадан салмақшымын. Көлік айдайды, машина айдайтын қыз, машинасы бұзылады, и сосын СТО-ға апарады. СТО-ға апарса, ол жердегілер бұлай қарап, бұлай қарайды, шөмен айтады, тастап кетіңіз дейді. Сөйтіп жаңа қыз айтады, бағасы қанша болады, айтыңыз деп қоймаған екен, айтқан екен, 120 мың болады деп айтқан екен. Сөйтіп тастап кетіңіз деп қоямыз деп айтқан екен. Екіншісіне апарған екен, екіншісімен сөйлескен екен. Сөйтсе ол да сол жоба болады ғой онда деп айтыпты да. Сөйтіп маған хабарласады. Сөйтіп мен таныс источник бар. Сөйтіп оған мен апарамыз екеуміз бірге, мен де барам, короче. Мен қарамағам да негізі ол машинасын не болған. Сөйтіп таныс источникке апарып тастадық. Сол обедтен кейінгі уақыттар болып қалды, 3-тер. Сөйттік та біз қайта беріңдер деді. Кешке қарай звондап тұр, кешкі сағат 6-6:30-ларда звондап тұр. Жаңа жолдас бала, таныс источник. Күледі маған. Не болды десем, брат дейді. Машинаның ремень үзіліп қалған ғой, жай ғана дейді. Ремень үзіліп қалған просто. Соны қарамадыңдар ма дейді. Қанша 120 мың сұрады деп отырған ғой деп күледі ғой. Қарап тұрсаң, ремень үзіліп қалған, соған болады 120 мың сұраған ана источниктер. Айтпесем азанда апарып тастап, обед кешіне отырған. Азаннан обед кешіне машина танитын адам біледі ғой, же ремень үзілген источниктерде түсінеді ғой негізі. Бірінші келген кезде жақсылап бірінші қай жерінен екенін, жеңіл жерлерін қарайды ғой. Негізі білді ғой негізі. Бірақ сонда да жаңағыдай сума деген ят болды. Сөйтіп 15 мың теңгесін жаңағы қарындас қызға звондадым. Осындай 15 мың теңге болды. Ременін ауыстырып қойды. Барып айдап кете бер, төлетеді. Қуанып кетті. Соны мен бұл жерде айтпақшы болғаным, енді барлықтары ондай емес, барлық шеберлер бәріне топырақ шашпаймын. Кейбіреулер бар екен. Кішкене ұялыңыздар. Сол айтайын дегенім, кішкене танысқа жүгінгендеріңізде дұрыс негізі. Жақсы істейтін жерге барып, мынау шеберлерге де айтатын, ешкім жетісіп жүрген жоқ. Аспаннан қыздарда, машина айдаған қыздардың бәрі бай емес. Өз бензинге ақша таппай жүреді менің қарындасым. Солай. Осын айтайын дегенім, кішкене сақ болыңыздар. Қыздар, жігіттерге де касается ғой енді. Қыздар, машина айдайтын қыздарға жіберіп қойыңыздар, айналайын тіркеліп кетіңіздер. 3 мыңнан әлі аспай жатырмын. Поддержка жасаңыздар. Қандай видео мерекке шығып жатса да подписка жоқ болып жатыр. Комментарий, лайк, подписка. Ассаламағалейкум.